Ассаламу алейкум, достар. Қалыптарыңыз қалай? Бүгін біз сіздерге Нұр Мубарак Ислам Мәдениеті университетінің шәкірттері психология сабағындағы темперамент жайында қысқаша мәліметтер беріп өтетін боламыз. Темперамент. Бұл өзі не темперамент дегеніміз? Бізге не үшін қажет? Темпераментті көбінесе біз байқай бермейміз. Бірақ та кез келген адамнан темперамент жайында не білесің деп сұрасақ, ол дерлік бізге толықтай жауап бере бермейді. Көбінесе осы өмірімізде, әсіресе әлеуметтік желіде отырған кезімізде бір суреттерді байқап қаламыз. Соның ішінде мем дейді ғой, күлкілі бір суреттерді қояды. Мысалға, бұны холериктер жақсы түсінетін еді. Сангвиниктер бар ма, қол көтерейікші деген сияқты. Осы сияқты суреттерді көреміз және ойланамыз, өзі холерик деген кім? Сангвиник дегендер кім деген сияқты. Және мен соны қалай табам? Мен холерикпін ба, сангвиникпін ба, меланхоликпін ба, флегматикпін ба? Осы нәрселер бізді, осындай сұрақтар бізді толғайды. Осы сұрақтардың жауабын қысқаша сіздерге беріп өткіміз келіп тұр бауырларыңызбен біргелікте. Міне, қазір сіздерге психолог мамандары дайындаған тест суреті шығады. Осы суретте 4 фигура тұр. Осы 4 фигураны таңдаймыз. Бәрекелді достар. Бұл түрдегі өкілдер тиекті және тұрақты, бәрі жоспар бойынша болып жатқанын қалайды және әр нәрсенің өз орны бар деп есептейді. Бұл адамдарға қауіпсіздік қажет. Олар әрқашан сенуге болатындығын көрсетеді және әрқашан сенуге болады. Олар өз құпияларын ешкімге айтпайды. Яғни себебі сенбейді. Сол себепті олар өздерімен бірге ұстайды. Көбінесе олар қызмет көрсету саласын және көмектесуші мамандықты таңдайды. Олар басқаларға көмектесуді ұнатады. Оларға жоқ сөзін айту өте қиын. Олар әрдайым ынтымақтасуға тырысады. Бұл түрдегі өкілдер өте сүйкімді адамдар және олар таңғаларлық тұлға. Олармен қарым-қатынас жасау өте оңай әрі. Екінші фигураны таңдағандар, олар холериктер қатарына жатады. Ол жайында Ержан бауырымыз бізге жауап беретін болады. Бисмиллахиррахманиррахим. Бұл холериктер. Белгілі холериктер бұл жаңағы 4 темперамент өкілдерінің ішіндегі ең жаңағыдай эмоцияға берілгіш, мінезі өте ауыр, шапшаң адамдардың типін айтамыз. Енді холериктер кімдер олар? Холериктер негізінен бұл эмоцияға тез берілетін және де бұл сипаттаған кезде шешімді тез қабылдайтын және де бос отырғанды ұнатпайтын адамдарды айтамыз. Бұл типті қысқаша айтқанда осылай. Ал үшінші фигураны таңдағандар, олар меланхоликтер қатарына жататын болады. Ол жайында бізге Айболат бауырымыз жауап беретін болады. Меланхоликтер олар Гиппократтың айтуы бойынша тұйық және ортаға бейімделген болып келеді екен. Әрбір сөзге ойланып, өзінің ішінде сөздерін жасырып, сыртқа шығара ойын бөлісе алмайды екен. Және меланхоликтер өздерінің орталарында жүрген кезде тревожный, паника шығарушы болып жүреді екен. Басқа темпераменттерге қарағанда бұл меланхолик өте әлсіз тип болып келеді екен. Және де бұл меланхоликті айта кетсек, меланхоликтер өздерінің ойларын, болашақтарын бай алдыға мақсат қойып, бай халде жүріп, және де олар сол ойда жүріп, сол ойда батып кетеді екен. Ал төртінші фигураны таңдағандар, олар кімдер? Әрине олар сангвиниктер. Сангвиниктер жайында бізге Мейіржан бауырымыз жауап береді. Темперамент сангвиниктердің оң қырлары және теріс қырларын айтатын болсақ, оң қырлары өте позитивті, көңіл күйлері көтеріңкі, өздерінің эмоцияларын жақсы білдіретін, ортаға оңай сіңгіш адамдар болады. Бір істен екінші іске оңай жаңағындай өздерінің көңілін ауыстыра алатын адамдар. Сөздері өте көп сөз сөйлегеннен кейін жаңағындай өзінің пікірін, ойын білдіруге ұмтылыс білдіретін адамдар болғандықтан олар сөздік қорлары өте жақсы болады. Теріс қырларына келетін болсақ, сангвиниктер енді көңілдері тегіс ауытқыш адамдар болғандықтан бір істі бастап соңында аяқтамау деген теріс қасиеті болуы мүмкін.
беру деген нәрсе болуы мүмкін сангвиниктерде, өйткені бірнеше істі қолға алады да әрқайсысын бітірем дегенше сөйтіп кешігіп жүруі мүмкін. Содан кейін өздерінің пікірін, өздерінің эмоциясын білдіруге асығыс адамдар болған соң басқалар тыңдамайды деген жаңағы кемшіліктер бар. Яғни өздерінікін айтып басқалар тыңдамай, бірақ ешкім сөз бермеуі мүмкін. Бұл енді оң және теріс қырлары. Әр сангвиник әртүрлі деңгейде білінеді. Теріс қырлармен жұмыс істеп оларды түзетуге болады. Ал енді әйгілі осы сангвиниктердің темперамент жақсы білдіретін персонаж ретінде біз кунг-фу панданы айтсақ болады. Мультфильмдік персонаж, оның озвучкасын жасаған Галустян, КВН-де өнер көрсеткен Галустян деген россиялық артист. Сондай кісілер эмоциялы адамдар, жаңағындай ренжітсең көңіліне алмайды, сөзін бөліп жүрсең, жаңағы ісін бөліп жүрсең ренжімейтін сондай адамдар жаңағындай сангвиниктің жаңағындай кейпін, бейнесін жақсы көрсетіп отыр. Сол егер сангвиник қандай болады десеңдер, сол кунг-фу панданы еске түсірсеңіздер болады. Мінекей достар, рахмет сіздерге бауырларым. Осындай қызықты да бағалы ақпараттармен бөліскендеріңізге біраз нәрселер біліп қалдық деп ойладық. Сангвиник кім екен, флегматик кім екен, холерик кім екен және меланхолик кім және олар қалай болатын қысқаша болса да біз мәліметке ие болдық. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Аллах Тағала разы болсын. Рамазан айы мүбәрәк болсын. Бұл Рамазан айында 2020 жылы түсірілген видео, дайындалған видео болатын. Баршаңызға рахмет.